И то мен оны мамамның сызылмай болшы етесіз деген сөзінен кейін төктім. Әйтпесе нормально әкеле жатқан мен негізі шындай. Мамаң бір тең айтса лақ қыласың ғой бейт, не істерін білмей бейт. Шкафта қонақ келгенде бір сервис бар еді. Соны сындырып алғаным үшін мен өліп таяқ жеген бар ғой. Мен бірақ енді өз жерде мойындаймын, справедливо тоже таяқ жедім. Өйткені сервисті сындыру деген, ты чё? Білмеймін, сол сервиздің не құдіреті бар екен, түсініп тұрсар ғой, қандай сервизді айтып тұрғанын. Анау балықша аузы бүйтіп тұратын. Жан-жағында ұсақ балықтар бар. Білмеймін, соны шығарған адамға сұрақ қойғым келді. Не үшін шығарған сол сервизді? Шаң басып тұрады ғой шкафта. Бар ма сондай адамдар үйінде болған? Не өзі бір дұрыста тұрмайды ғой. Равновесие ұстамайтын бірден. Мен оны әдейі шаққан жоқпын. Қолым жай тиіп кеткенге сынды ғой кәдімгідей ше. А ол сервиздің біздің үйдегі статусын білесіздер ме? Біздің үйде бірінші сол сервис, сосын папам, сосын мамам, одан кейін Ақтөстен кейін мен болатын. Не үшін тұрады мен түсінбеймін. Даже бір ішіне бірдеңе құйып ішіп көрмеппіз де. Ішіп көрмеппіз деген қалай кетті. Жалпы просто тұрды енді мен білмеймін. Но енді о жерде қайта мен жеңіл құтылып кеттім таяқ жеп. Айтпесе интернет өткізіп жүретін бет қайдан білемін. Жоқ, енді бұл жарайды. Бұның бәрі өз орын. Мен өзім кінәлімін, бірақ мынандай нәрсе бар да. Мынаны түсінбеймін мен. Сен далада құлап қалып, мамаңа соны айтуға жылап келе жатқанда, құлағаның үшін таяқ жейсің ғой сен. Нең бар еді сөз жер, мен жүріп, нең бар еді? Жүресің ба енді? Жүресің ба? Мұн жақта сен тұрасың, бүйтіп. Мә, сен оны мамаң айтуға келдің ғой негізі жылап ше. Мамам менің максимум жұбататын андай болатын құлақ қалған кезде. Жарайды, жетіден келгенше жерден таяқ жейсің дейтін. Жаным күнім де жоқ ше. Таңғалам. Бір күні мамамнан бытшы таяқ жедім. Мен өзі татауы көп таяқ жегем. Не үшін таяқ жегенімді ұмытып қалдым, қазір бар ғой. Бірақ әйтеуір сөйтіп таяқ жеп, қоштасу хатын жазып кеткем.